қалған кісілеріне. Басқа неше түрлі. Сіз, микрофон тұр ма, жақ төлі тұр ма? Так, Гаухар, онда мен сізге ғана түсіндіре берейін, страшно ба? Содан кейін осы сабақты мен қазір жазып жатырмын. Записін неге лақтырам? Записін чатқа? Чатқа жіберемін. Содан кейін сол жерден қалған әріптестер көріп алар. Жалпы өзімді таныстырып өтейін. Мен Шығыс Қазақстан облысы, бұрын қазіргі кезде Абай облысы болып ауыстық. Сол өңірде Өскемен қаласына, Семей қаласына жақын 150 километрдей жерде ауылдық жерде тұрамын. Аудан орталығы. Негізгі мамандығым информатика пәнінің мұғалімі болғанымен, мектепте 5 жыл ғана жұмыс жасадым. Ары қарай мектепте болғанда мұғалім болып информатика, ары қарай оқу меңгерушісі, тәрбиесінің меңгерушісі, кейіннен ақпараттық инновация технология орталығының директоры қызметін атқардым. 3 жылдан кейін ол орталық жабылып қалғаннан кейін, қазіргі таңда мен білім бөлімінің әдіскері қызметін атқарамын. Кімнен білім алып отырмын, кім бізге білім береді деген сұрақтарға осы жерде өзімді таныстырып өтпекпін. Биылғы жылы жасыма қарамай 43-ке келсем де магистратураға оқуға түскелі жатырмын. Яғни әр кезде де өзімді дамытып отырамын, әр кезде де өзім біліп, сол өзімнің білімімді өзім сияқты әріптестерге үйреткенді жақсы көремін. Енді қазіргі кезде өздеріңіздің барлық сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Мысалы, мен қандай да бір университетте сабақ беретін емес, сіздермен тікелей жұмыс жасайтын әдіскер. Яғни өздеріңіз білесіздер ғой, сіздерде де білім бөлімінің әдіскерлері мектепте сабаққа кіреді, кейбір кездерде әдістемелік көрсету ретінде мақсатында. Мен опыты жасау, семинар өткізетін, мысалы, сол сияқты сол сабақтарды тиімді және нәтижелі конкурстарда орын алу үшін осы курсты құрап шығарған болатынбыз. Арай деген спикерім бар екеміз. 23 қазанда бұл курсты бастаған болатынбыз, ашқан болатынбыз. Ол кезде мен декретте болдым. Қазіргі таңда 2500-ге жуық мұғалімді оқытамыз. Соның ішінде біздің курсты оқыған мұғалімдердің барлығы тиімді тәсілдерді үйрене білді, және де балалары республикалық конкурстардан жүлделі орындар алып, ғылыми практикалық және өздері жыл мұғалімінде мықты нәтиже көрсетіп, жүлделі орындар алып, бізді қуантқан сәттер болды. Сол басқа кездерде жай ашып көрейінші деп ойлаған болатын. Содан кейін мұғалімдер, бізден білім алған мұғалімдер нәтижеге жеткеннен кейін уже углубленно жақсы жұмыс жасауға кірістік. Енді сіздерге мен рахметімді айтамын, алғысымды айтамын, бізге сеніп, мысалы, менің курсыма келіп, бізден білім алып, мықты нәтиже шығарамын деп, өзімді жазғы уақытта дамытып, келесі оқу жылына бренд мұғалім болам деп келгендеріңіз үшін алғысымды айтамын. Яғни сіздерде отзыв каналды көрген шығарсыздар Инстаграмда. Соның ішінде сіздердің де отзывтарыңыз, міне жүлделі орын алдым, осындай семинарда хит ұстаз болдым, керемет мені мақтады деген сияқты отзывтарыңыз тұрады деп сенемін. Енді қазір мен сіздерге ең қазіргі кезде хит болып жатқан қысқаша ғана мен көрсетіп өтейін, біздің үздік жұмыстарды көрсетемін. Соның ішінде ол жұмыстарды біз постепенно, первую очередь мен сіздерге өзіміздің платформаны таныстырайын. Платформаны өздеріңіз білесіздер, микрофонын өшіп қойсыз. Сандуғаш, қош келдіңіз, қалыңыз қалай? Сіз қай пәннің мұғалімісіз? Таныса өтейік. Неше жастасыз? Мен даусым естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Неше жастасыз? Мен 42-демін. Жақсы, мен 43-темін. Сандуғаш, екеуміз құрдас екеуміз. Қай пәннің мұғалімісіз? Бастауыш. Тоже бастауыш, иә? Керемет, аха. Бұның ішінде бастауыштың айтады ғой, барлық білім бастауыштан басталады деп. Фундамент, мысалы, үйдің фундаменті бастауыш. Үйдің фундаменті нашар болса, үй мысалы тез құлап қалады ғой. Сол сияқты сіздердің берген білімдеріңіз арқылы балалардың, мысалы, менің балаларымды іздеп отырып мықты ұстазға беруге мен
іздеп жүріп прям керемет отзывпен жақсы ұстазға бастауыш мұғалімге беруге тырысамын. Неге? Себебі бастапқы білім мықты болса, ары қарай бала өзінен өзі алып кетеді. Мен мұғалім бастауышта ұлымның мұғалімі керемет мықты мұғалім. Қазір кезде действительно, оказывается, шын екен, бастауыштың мұғалімі мықты болу керек екен. Енді бұның ішінде бастауыш сыныптың оқушысын қызықтыратын әдіс тәсілдері өте көп бізде. Әр сабақта прям пайдалана бересіз өздеріңізге керекті сабақтарды. Просто сіздер жасап үйрену керексіздер. Мен қазір міне логотип жасаудан бастайсыздар. Бүгінгі тапсырма сол. Логотипті жасайсыздар. Бұл логотип деген сіздерді бренд ұстаз ретінде конкурсқа барсаңыздар да, ашық сабақ жасап, семинарларда ашық сабақ беретін болсаңыздар да, осы логотипті көрсетсеңіздер, міндетті түрде сіздер басқа пән мұғалімдерінің арасында, басқа аудан, облыста уже жеке бренд ретінде қалыптасқан мұғалімдердің есінде тез қаласыздар. Оны қазір мен сіздерге доказательство ретінде бәрін көрсетемін. Қазір мен сіздерге мына креативті электронды кітапша жасау жолының басын көрсетемін, бірақ жасауды бүгін үлгермейміз, наверное. Бірақ қызығасыздар действительно. Так, кеттік. Үздік жұмыс деген, үздік жұмыстың ішінде, мысалы, так, менде бастауышта мен, наверное, таба алмайтын шығармын. Так. Логопедтің жұмысын көрсетейінші. Бұл кісі қалада тұрады екен. Қалалықтан бірінші орын алды. Кәдімгі жыл мұғаліміне қатысқан ғой логопед. И облыстан бірінші орын алды, республикаға білмеймін қашан баратынын, но мықты қорғап шықты. Біздің курстың қатысушы Жайнагүл апай, қазір мен сіздерге жұмысты көрсетемін. Осы креативті электронды кітапша жасау арқылы сіздер кәдімгі простой сабақ, кәдімгі ашық сабақтарыңызды жоспарлай аласыздар. Кітап ретінде. Логотип деген міне мынау. Мысалы, сіздер жыл мұғаліміне қатыссаңыздар, әлде кез келген ұстаздардың конкурсына қатысатын болсаңыздар, сабақтарыңызды осылай көрсетсеңіздер, жұмыстарыңызда өте керемет болады. Бұл ашық сабақ пайдалануға да болады. Логотип деген нәрсе мынандай нәрсе. Қараңыздаршы. Мына жерде логотип болмай, мына жерде Бесенова Жайнагүл Катиатовна деп өзін таныстырып, логопед дефектолог деп бетқаса, бұл адамның есінде қалмайды, иә? Ал егер мына логотипті іс-қимыл арқылы, кәдімгі күшті красочно өзіңіздікін жасап, бұны как фото ретінде де жасауға болады, слайдқа қойсаңыздар, немесе видео ретінде осылай сопровождение бастауышқа да неше түрлі нелер бар, эскизбен жасауға болады. Оны сабақтан көресіздер. Міне. Көрдіңіздер ме? Прям сразу есінде қалады. Не? Бұл жеке бренд. Осыдан да күшті логотиптерді жасап алуға болады. Ары қарай конкурсқа бұл егер ашық сабақ жасасаңыздар, бірінші бетіне, можете қазақ тілі әдебиет, немесе сіздер математика, 3-ші класстың кітабын сканировать етіп, осы жерге қойып-қойларыңызға болады. Бірінші бетіне. Так, ары қарай ашамыз, қараңыздар. Екінші бетін мынау кәдімгі кітап ашылады. Сіздердің жаңа ашық сабақтарыңызды жаңа технологиямен көрсеткен кезде жүйелеп алуға болады. Яғни қараңыздар, баяндама тақырыбы деп кетеді, енді ол кісі өзі үйде түсірген. Дамыта отырып, тілін түзету, оңтайландыру және бүкіл бала зейін шоғырландыруға бағдарлануды жол. Енді қараңыздаршы, мына Жайнагүл апай осы видеоны үйде түскен. Үйде, үй жағдайында әдемі киініп алып, обойға немесе жасыл матаға тұрып хромакеймен. Оның бәрі бейне сабақ түсіру этаптары, бейне сабақ деген сабақтың ішінде бар. Яғни күшті студияны таңдайды, мына жерге слайдын қояды и көрсетеді. Сіздер, например, ашық сабақ өткізетін болсаңыздар, ашық сабаққа өздеріңіздің сол сабақты түсіндіру барысын үйде осылайна жазып алып, монтаждап, мына жерге слайдын жасап көрсеңіздер, кішкентай балалар айтады, ой апай, сіз қай жерде тұрсыз, қандай әдемі студияға барып түсіргенсіз деп, оларға мысалы қызықты болады. И так дальше. Сіздерге бастаушта нелер бар, сергіту сәті сияқты, мына жерде мысалы мотивация, аффирмацияны Жайнагүл апай былай жасаған. Ешқашан еш нәрседен қорықпа.
өмірге тек жақсы көзқараспен қара. Көрдіңіздер ма? Бұны да дауысын жазып алып, тура осы неге салған. Бұл жерде қиналатын ештеңе жоқ. Кәдімгідей бір жасаған, әдемі жасаған слайдыңызды бір программаға қоя саласыз. 5 минуттың ішінде осы кітапшаға салып береді. 5-ақ минуттың ішінде жасап алуға болады. Енді қараңыздар, сіздерге бастауышқа ең керек нәрсе, қараңыздар, hand animation деген сабақ бар, қолмен жазу. Қараңыздаршы. Сөйлеу ережесі. Әрқашан баяу, асықпай, саспай сөйле. Сенімділік және сенімді. Балалардың зрительные памятін нету арқында баланы өстіп жазып тұрады ғой. Обычно, когда бір нәрсені жазасыз, сол кезде тез запоминается же. Сол сияқты, мысалы, міне жазып, Жауап беруге асықпа. Ол да Алдымен біздің- айтатын сөздің біздің сабақтың ішінде бар. Логотипті жасап болғаннан кейін сіздер екінші сабақ, қай сабақ соған көшесіздер. Мына жерде мысалы ашық сабақ өткізсеңіздер, тура можете бағанағыдай видео түсірмеймін десеңіздер, кейбір сабақ мынамен сіздер мектеп әкімшілігін таң қалдыра аласыздар. Қалай? Мысалы, сіздерге ашық сабақты қояды, мысалы, не бойынша, план бойынша, но все равно приглашать надо, оларды нету керек қой, шақыру керек қой. Сондықтан да мынаумен жазасыздар, мысалы, құрметті Жанат Кактайна, менің осындай күні болатын ашық сабағымның құрметті қонағы болуға шақырамын дейсіздер. Мына жерде сабақтан эпизодтардың фотомен қоюға болады. Өте әдемі. іштей қайталап ал. Бұны видеомен аласыз да, мектеп әкімшілігіне жібере саласыз. Сол мектеп әкімшілігі ойлайды, так, ағам шақыру беретін осылай жасады. А бұл кісінің сабағы қалай өтеді екен, қандай деңгейде өтеді екен деген бір интерес болады, иә. Сондықтан да әртүрлі осы hand animation'ды көп жерде пайдалануға болады. Мына жерде мысалы бір нәрсені записке жазып алуға болады. Жай. Кинезиологиялық типтеу бұл дененің ішкі тіндеріне және олардың рецепторлық аппаратына әсер ету Видите как? Енді ары қарай мынандай фонның барлығы бізде бар, мен сіздерге жіберемін. Слайдты прям салып аласыздар. Бірінші слайдты жасап аласыздар. Слайд міндетті түрде сіздерде альбомный тұрады. Оны сіздер книжныйға қойып аласыздар. Книжныйға қойып аласыздар. Содан кейін PDF-қа сақтайсыздар да осы программаға саласыздар. PDF-қа сақтауды бәрі мен сіздерге қазір келесі сабақта көрсетемін. Логотип жасап алыңыздар әлі күнге дейін. Демалу, иә, мысалы, үй тапсырмасын біз бұрын беріп қойушы едік қой. Ашық сабақ болған кезде бір балаға мысалы дайындап қоямыз, иә, бәрібір ашық сабақ болғаннан кейін ол кәдімгі адамдарға көрнекілікті сабақ қой. Бұл жерде видеоға түсіріп алған көрсетер ма? Мынау енді логопедический болғандықтан бала демалу несін көрсетіп жатыр. Дальше QR-код. QR-кодты бала мысалы несін бір программа арқылы бүйтіп қойған кезде мына жерде не шығады? Артында тұрылған, мысалы, Пушкин болса, Пушкин, Лермонтов болса, Лермонтов орысқа әлбет, немесе математикаға қатысты есептер, немесе шығару жолы осы QR-кодтың астында тығылып тұрады. Балаға бұл да интересно өтті. Даже бізде жанданған видео деген сабақ бар, тура осы QR-код сияқты жасалады. Мысалы, фотосы тұрады. Сол фотоға бүйтіп, QR-кодқа бүйтіп жақында қалған кезде, ана фото жанданып кетеді. Мысалы, мультфильмнің просто суретін қойып, соны жанданып жазды. Так, балалар, қазір мына мультфильмді көрейікші. Ол үшін біз не істейміз? Телефонымызды жақындатамыз да, соның ішіндегі видео уже анау жанданады кәдімгіден неміне. Соны да осы біздің сабақтан көре аласыздар, жанданған видео деген. Так, дальше. Енді сабақ өткізсеңіздер де, конкурсқа қатыссаңыздар да, сіздер өздеріңіздің тақырыптарыңызды бір кішкентай изюминкамен аша білу керексіздер. Мәселе бұл жерде жай ғана бір темппен ғана сабақ өткізіп шығу ғана емес, бұл жерде мына кісі қалай таңғалдырды. Даже мына кісі бірінші гран-приді ала алмас еді, может, мына король деген кинодан отрывок көрсетпесе. Бұл кинода король говорит деген логопед болғандықтан, мына кісі Его королевское высочество герцог Йоркский впервые произнесет обращение к нации и миру. Обращение, міне. Бай король. Бірақ тұтығып сөйлейді. Қазір көресіздер. Сөйлей алмайды. Не, тұтығады. Бұны қалай емдейді? Не, тұтығып.
Так, емдеуді қараңыздар. Міне, мұз. Мұзды аузына толтырып, содан кейін уже произносить етуді көрсетеді. Сосредоточьтесь, ваше Методикасын көрсетіп отыр. Көрдіңіздер ме? Вот сол сияқты сіздер жергілікті компоненттен болсын, мысалы өздеріңіздің ауданнан болсын, мысалы көрсетіп жатады ғой әртүрлі өздеріңіздің тақырыптарыңызға сәйкес, ананы құрметтеу деген сияқты. Мысалы көп балалы ана медальмен содан интервью алып түсіп жатады ғой, сол сияқты изюминканы сабақтарыңызда ана туралы сабақ болса солайынан істеуге болады, танитын жергілікті жердің. Все, назарларыңызға рахмет дейді. Аюка. Так, енді қараңыздар. Қызықты ма, сабақ ұнады ма жалпы? Оқып отырсыздар ма? Методикалар, әдіс тәсілдер ұнап жатыр ма? Қорқып отырмыз, істей аламыз ба, істей алмаймыз ба? Жоқ, қорқпайсыздар. Қараңыздар, жарайды. Мен информатика пәнінің мұғалімімін. Бәрі қорқады. Информатика пәнім болғаннан кейін ол бәрі өзі шағып тұр. Конечно, оған оңай, бізге қиын деген сияқты. Менің қасымдағы спикер Арай кәдімгі сіздер сияқты мектепте істейтін мұғалім, тарихшы. Бірақ мен сияқты менің уровенімді біледі компьютерді. И мен сияқты жаста. Мысалы, сіздер мына жерде Каусар вообще 28 жаста, Сандуғаш 42 жаста, мен 43-темін мысалы, Так что барға қорықпау керексіздер. Бірге бір жасап отырсаңыздар, и қазір сіздердің жақсы жазғы кезде алып алдыңыздар курсты. И VIP тариф алып отырсыздар. VIP тариф деген мынандай тариф. Бізде мысалы қазір міне қандай сабақтар бар, міне бірінші беті ғой платформа, екінші беті. Енді бұл үшінші беті, төртінші беті толықтырылып отырған кезде сіздер ол сабақтардың бәрін көре аласыздар. Өйткені сіздерде VIP тариф. Ал егер стандарт алатын болсаңыздар 9900 теңге, ол бір айдан кейін мынаның бәрі өшіп қалады. Сондай жасалынған ғой кәдімгідей программамен. Бір жыл бойы қарай аламыз, да? Любое время, қай кезде мысалы конкурсқа бара жатсыздар ма, бұл сіздердің как бы жыл бойына ғой, да? Жыл бойына емес, вообще неше жыл будет работать на платформа, сол бойы сіздер қоса бересіздер, Құдайға Алла қаласа, бізбен бірге боласыздар. Любое время қарай аласыздар, любое время сұрай аласыздар, потому что сіздер VIP тарифтасыздар. Мына жер үшінші бет, төртінші бет деп көбейіп жатса, соның барлығын көре бере аласыздар. Тамам, міне, дальше. Өте жақсы. Просто нету керек қой. Мультяжный деген бар, тоже әдемі. Сіздерге мультяждық анимация, өздеріңіз білесіздер ғой, неше түрлі роботтармен жүріп немене ететін, оның да көрсетуге болады. Содан кейін топқа бөлу. В общем, сабақ. Енді мына Zoom сабақтар, егер бір нәрсе түсініксіз болып жатса, сіздер мына ненің ішіне қарайсыздар ғой, сабақты қарап отырасыздар, кейбір жерлерде көрінбей қалып, кейбір жерлерде компьютерлардың нелері әртүрлі болады. Сонда түсініксіз болып жатса, сіздер аласыздар Zoom сабақтар дегенде, бір кездерде Zoom сабақ кіргіздік қой. Zoom сабақта өте оңай түсіндіріледі. Өйткені ана жерде мұғалімдер қарап отырады. Сіздер сияқты мұғалімдер қарап отырады, айтады, так, ана жерде неменені бастыңыз деп мысалы айтады. Сол жерде уже анық мына Zoom сабақтардың ішінен көріп аласыздар. Zoom сабақтардың ішінде прям тұрады енді. Қайсы, мысалы, Padlet тақтасы, Padlet тақтасы онлайн кезінде вообще керемет жақсы болды. Мультяжды анимация, Camtasia. Camtasia мысалы, несі бір жақсысы бағанағыдай видеоны жасап аласыздар ғой, өздеріңізге керекті қылып жасап аласыздар. Так, енді қазір мен сізге тағы бір сабақтарды көрсетейін. Жұмыстардың ішінде. Міне, мына тәрбиешілігін көрсетейінші сіздерге, более жақында ғой, бірінші бастаушысын таба алмай тұрмын. Көп мұғалімдерді салған жоқпыз ақырғы кездерде, что-то мен жұмысқа шығып кеттім. Басқа кездерде күшті болған, үйде отырдым ғой, декретте болдым ғой ашқан кезде. Ол кезде каждыйның несін аналитикасын қарап отыратын. Қазір білім бөлімінің қызметкерімін, кішкене жұмыс көп болып кетеді. Сондықтан да көп нәрселер сабақтарды өткізіп отырамын. Но менің курсымның ішіндегі 7 менеджерім бар, сату менеджері сіздерді шақырған. Сол менеджердің ішінде 5-еуі менің курсымды оқыған қыздар. Тағы да 3 менеджер аламыз. Өйткені сентябрьде жұмыс көбейеді, и менеджер үлгермейді кәдімгідей. Болады ғой? Вот сол сияқты кім курсты жақсы меңгеріп шығады, солай қылып аламын. Өйткені
олар менеджерлік қызметтерінің зарплатасын алғаннан бөлек еще олар кураторлық атқарады. Яғни сіздер сияқты басқа набор жасаған мұғалімдерге көмектеседі. Бірақ сен істей алмай отырған кезде мына жер қалай десе көмектесіп отыратын қыздарым бар менің. Так, дальше мен қолданатын әдісі, мына кісі тоже керемет хит болды, қазіргі кезде вообще енді супер. Өзі де әлі күнге дейін хабарласып отырады, випті алған. Аудандықтан бірінші орын алды, облыстан бірінші орын алды. Очень хит қазіргі кезде. Садикте керемет. Міне, қараш, кәдімгі бір сабағын нете салған ғой. Үздік тәрбиеші алды. Бәріміз орнымыздан тұрып, оқу қызметімізді бастамас бұрын Күшті. Бастауыш сіздердікіне де қыстайды ғой енді. Иә. Өздеріміз сергіттік сәтті, білем, сәлемдесу баста. Осыны да бағанағы композиямен сала салуға болады. Мен сіздерге қазір телефонмен де тез ғана, мына кісі даже телефонмен жасай салды мына кісі. Міне. Мына жерде видеосын түсірсе, мына жерде ол кісі не істеген? Аудиосын түсірген. Міне креатив ретінде. Көрдіңіздер ме? Креатив қайда жатыр. Осылай бір сабағын түсіргенде бір неде үздік тәрбиешіні алды ғой. Мына жерде не істеді білмеймін. Метафора әдісі дейді. Ау. Міне. Метафора. Неме дейсіз? Естімей қалдым. Метафора әдісін алыпты. Иә. Содан кейін қараңыздар. Енді мына шеңдер бастауышқа тоже күшті, өздеріңіз можете көргенде шығарсыздар. Бұл жерде адамның атын жазуға болады. Жазуға болады. Бұл шеңбер әдісі деп тұрады сабақта. Қарап жасап аласыздар. Қазірден бастап балаларыңыздың несін жазып қойыңыздар. Бірақ балалар енді ауысуы да мүмкін, жаңадан келуі де мүмкін, но все равно жазып үйреніп алыңыздар. Кішкене аяру. Так, міне. Так, балалар, қазіргі сіздермен поле чудес ойын ойнаймыз. Қазақша қалай, біз таңға неме деп айтады. Содан кейін айтады, так, үй тапсырмасын кімнен сұраймыз? Қазір деп, балалар мысалы бұл жерде толқын отырады. Все, удалить, аяруды удаляйте. Аярудан екінші рет сұрамайсыз. Ортасында сол сабаққа қатысты сурет қоюға болады. Мына жерге сұрақтар қоюға болады. Или балалардың атын қоюға болады. Дальше мысалы удалить. Вот сол сияқты әдіс-тәсілдерді жасауды үйреніп алыңыздар. Оңай жасалынады. 10 минуттан кейін зум бітеді дейді. Оны телефонмен жасауға болады екен да? Иә, телефонмен де жасауға болады. Жан-жақты. Вот видите? Мен балалардың айтқызып тұрып қойған ғой. Әлім құлап тәуелсіздік алған күн 16 желтоқсан. Вот көрсеңіздер, мына жерде де дидактикалық ойын, дұрыс ойын тап дейді, интерактивті ойындар деген бар бізде. Тоже жақсы сабақта, бастауышқа жақсы. Мына жерде ең ескіштірді. Сабақта қорқытпау ғой. Видите как? Әдемі. Енді мен сіздерді хит мұғалім болуға шақырамын. Аудандық білім бөлімінің сүйікті мұғалімі болып. Өздеріңіздің әкімшіліктеріңіздің керемет беттестар ұстазы болуға шақырамын, тілектеспін. Яғни, мысалы мен мектепте істедім ғой. Егер сіздер осындай әдіс-тәсілдерді бәрін жасап, керемет қып жерлерде өздеріңізді көрсетсеңіздер, мектеп әкімшілігі міндетті түрде сіздердің жақ болады. Сағат бөлгенде де, жоқ, ана мұғалім шығармашылықпен жұмыс жасайды, сол кісіге біз беру керекпіз деп. Ал енді действительно ілініп салынып жүрген мұғалімдер болады ғой, жай сабақ
45 минутты жай өткізіп, жай ғана үйіне қайтатын. Ол кісілерге өстіп айтады, ой, оларға андай сабақтар бар ғой, кружок сияқты, неме деп айтшы. Сондай сабақтарды бере салайық деп, иә, факультатив сабақтарды бере салайық деп айтады. Ондайдың қажет жоқ. Өмірге келгеннен кейін мен ойлаймын, действительно өзіңді сыйлайтын қылып, өзіңе ақ деп таң қалып жүретіндей қылып өмір сүру керек деп ойлаймын. Көптің бірі болып жүрмеңіздер. Сіздер уже көптің бірі емессіздер, потому что уже ізденімпаз екендеріңізді көріп отырмын курсқа келгеннен. Шығармашылық табыс тілеймін. Бізге бірге жұмыс жасайық. Осы бір айдың ішінде барлығын үйреніп алуларыңызды сұраймын. Мен мысалы бүгін логотип бердім бе? Гаухар Сандуғаш, мен қазір группаға сіздерге жазамын, қалғандарына да. Осы сабақтың ссылкасын қазір YouTube-ға салып, ссылка қылып сіздерге неге жіберем. Сабақты қалай жасау жолын ғой да? Ау, сабақты, иә, мынау сабақ, немесе ашық. Түгелін осы 3D кітапшамен жасап алуларыңызға болады. Кітапшаны жасалу жолын жібересіз ба? Үйретем, келесі сабақта соны үйретем. Бүгін сіздер логотип жасап үйреніп алыңыздар, жарай ма? Келесі сабақ. Қандай программа қондырып алсақ болады кітапшаны жасау үшін? Сіздерде бар. Кітапшаны береді ғой. Кітапшаны жоқ беремін, бірақ сіздер слайд жасайсыздар ғой, кәдімгі слайд. Келесі сабақта мен сіздерге оның бәрін түсіндірем, жарай ма? Бүгінше осы таныстық және общий обзор болсын. Бүгінге көп мен сіздерді загружать етпей қояйын. Уақытым болған кезде сіздерге жасап аламын. Енді әріптестер қараңыздаршы, бүгінгі сабақ осымен аяқталады ғой. Мен де қараңыздар сіздерге қазір көрсетемін. Группа деген енді вообще толық, сондықтан да 21:00-да, 21:30-да біздің сабақтар біз күнде почти зумда отырамыз. Сондықтан да сіздермен қашан міне бесеуіміз де дайынбыз, бесеуіміз де міне отырмыз, давайте сабақ өткізіңіздер деген кезде мен сразу кіре қаламын да, сразу барлықтарыңызға түсіндіремін. Енді айтады ғой, біреу артқа тартпаса жақсы болар еді. Мен қазір мысалы Сандуғаш пен Гаухар отыр, қалған апайлар что-то уақыттар болмады, кірмей қалды. Негізі біз ақшаны немен тапқымыз келеді да, адал жолмен тапқымыз келеді. Төлетіңіздер ма, яғни біз сабақтан бір нәрсені үйреніп шықса деп ойлаймыз. Жарайды, нәрде көрінбейді екен, бағанадан көріп отырған шығарсыз, неме дейді мынау? Мынау жаңағы логотип жасау деген бар ғой. Соны ашып, өзіміз үйреніп дайындал. Конечно, я өте оңай. Я оңай, вообще барлығы оңай, өйткені түсіндіреді. Арай түсіндіреді. Вообще қиын ештеңе таппайсыздар. Қазақи тілмен мынаны басасың, мынаны ашасың, мынаны сөйтесің, мынаны бүйтесің деп түсіндірілген ғой біздің сабақтардың барлығы. Сондайды үйрену үшін ғой қатысатқанымыз. Былайша YouTube-тандай көп қой, сосын қарап отырсаң, бүйтіп айтып отырғаннан жасайсың да бір. Көп, бірақ бар ғой, YouTube одан көп уақыттарыңызды аласыздар. Бізде бір нәрсе істелмей жатса, скринді жібересіз, неге істелмей жатыр деген сияқты, мысалы, неге бітпей жатыр деген сияқты. Сондықтан да қиналмаңыздар, логотип жасау өте оңай. Ары қарай келесі сабақта қай күні өткізетінін айтамын. Осы 3D кітапшаны жасаудың жолын үйретемін. Ақырын үйге тапсырма беріп отырамын. Үй тапсырмасын бірақ орындап отыруларыңыз қажет. Жарай ма? Мен связьға шықпай қалсам, жұмыс кездерінде ренжімеңіздер, өйткені мен аудандық білім бөлімінің қызметкерімін. Қазір біз облыс ауыстырып жатырмыз. Облысымыз бөлінді ғой, Шығыс Қазақстан мен Абай облысы. Сондықтан да бізде уставтар ауысып жатыр. Қол астымызда 39 мектеп бар. Кішкене түсіністікпен қараңыздар. Бірақ мен совсем қарамай қоймаймын. Сіздердің үйреніп шығуларыңызға атсалысамын, көмектесемін. Жарай ма? Жақсы, онда. Жақсы, рахмет. Біраз нәрсе үйренеміз деп үміттенеміз енді. Өзімізге байланысты ғой енді. Конечно, сіздер, бір жақтан кішкене болмайды, только сіздер де атсалысу керексіздер. Екі жақтан бірдей нету керекпіз ғой. Аха. Что-то мынау сау болыңыз, давайте шыға беріңіздер, аха. Қазір сақтап, мен сақтап сіздерге жіберем. Давайте, Сандуғаш, Гаухар, рахмет сабаққа келгендеріңіз үшін. Сіздерге де рахмет. Рахмет.